өзің үшін Everybody жәудіреген бір сенің көзің үшін Құдай өзгешсін салғырт қарайтынмын Сыңғырыңнан күлкіңнің айналайын Дара-дара-дара-дадам Күн сәулесі секілді ойнап тұрған Шешмірачка деп қойды Мен өзіңді аялым сұрап алғам Құрметті достар, бірден фык етіп лайк басыңыз, фык етіп комментарий жазыңыз және барлық достарыңызға таратыңыз. Сіз үшін бір ғана сәт, біз үшін кайф. Таптым-ау сені фильмінің басты кейіпкерлері Олжас, Дариға және Нұргүл. Вау! Опа! Қош өтіңіз, қатыра! Жақынырақ келіңіздер. Қош келдіңіздер, мынау не деген образдар негізінде. Әр келген сайын Дариға ханым өзінің образымен таң қалдырады. Қалай ұнап жатыр ма? Олжас әдеттегідей мінеки. Опа. Очоу болып тұр ғой Және де Нұргүл ханым, сізбен танысқанымызға қуаныштымыз. Бірер уақыттан кейін Нұргүлмен жақынырақ танысатын боламыз. Сонымен көңілге қалай? Өте күшті Керемет Иә, негізінде Дариға ханым біздің бағдарламаның тұрақты кейіпкерлерінің бірі. Солай ғой, ә? Біздің туған әпкеміз сияқты осы жерде әр маусымда бір рет көрісіп тұру дейтін біздің дәстүріміз бар. Олжасты көптен бері көрмедік. Біраз болды Сағынып келдім, сағынып Қайда жүрсіз? Атым бұрып кетті Қайда жүрсіз? Көріспегелі көп болды. Сөйлесеміз бүгін әңгімелесеміз бүгін Бәсекеден бері көріспедік. Бүгін ашылуға келдім Иә. Нұргүл ханым, сіз кімсіз деймін? Психологпын және бұл фильмді актриса Оны асықпаңыз, оны айтамыз. Нұргүл ханым бұл киноның бас кейіпкерлерінің бірі, және де бұл жерде менің ойымша үлкен бір эксперттік өзінің көзқарасын білдіретін болады. Келістік қой, иә? Және де дәл қазір сізге шағын сыйлығымыз бар. Мінеки. Мына осындай керемет гүл, мына балаң атынан деп жаңа. Рахмет Иә. Ендеше, қошеметтеріңізбен. Иә, құрмет достар, бүгінгі бағдарлама дәл Дариғаның ботинкасы сияқты жоғарғы деңгейде өтеді деген сенімдеміз. Кеттік, жасыл диванға барлығымыз. Тамаша. Так. Ассалаумағалейкум Қайырлы кеш баршаңызға барлықтарыңызға Ал көрермендермен негізі кездескенде бір күшті сезім болады бізде. Өйткені действительно қызықтаймыздың мен тұрақты бір келетін бір әртісіне айналдым ғой. Сол себептен сіздердің осындай жылы қошеметтеріңіз, сіздер жақтан бізге энергия өте маңызды. Сіздерге үлкен рахмет. Давай, энергияны береміз. Энергия, кәне, энергия алмасу болсын мына жерде. Тамаша. Мен жағып алыңыздар, бүйтіп бүкіл энергияны. Ақша ретінде келсін энергия. Иә, бірінші желтоқсаннан бастап осылай келе берсін. Міне. Иә, мінеки айта кететін нәрсе, Дариға ханым бұл жолы біздің бағдарламаға продюсер ретінде келіп отыр, иә? Негізі келген сайын көтеріліп бара жатыр, ше? Жоқ, алғашында сериал болып келді, одан кейін толық метрлі кино, полнометражный фильм, енді қазір продюсер, ертең кім болып келесіз? Сол күнге жеткісін енді действительно продюсер болып келіп отырмын. Оңай шаруа емес, продюсер болып сұхбат беру де екеуіңе оңай емес. Сендер де енді мүйіз қарағайдай сондай бір жүргізушіге айналып кеттіңдер, айналып та жатырсыңдар. Енді қобалжу бар.
Басқаның киносына келгенде как-то бір енді құдай өзі кешірсін салғырт қарайтынмын. Қайрат, естідің ба? Өзім Гүлнұр Мамасарипова, естідіңіз ба? Міне, оған дейін салғырт қарапты. Өзім жобама келгенде енді мына екі кісіден қысылып отырмын, қандай сұрақтар қояды екен. Бір киноның жауапкершілігін көтеру қиындау екен кішкене. Киноның басталуына біраз аз-ақ күн қалды ғой. Иә. Қатты уайымдап жүр. Аха. Енді бізге білдірмей отыр ғой негізі. Білдірмей отыр. Сен вообще уайымдап отқан жоқ сияқтысың. Мен ба? Бұл біреудің киносына келіп салғырт қарап отыр ғой негізінде. Жоқ, салғырт қарамаймын. Кез келген киноға енді барынша Құдай берген талантпен қосып профессионально қарауға тырысамыз ғой. Қайраттың киносына вообще келмей қойдың ғой сен. Біреудің киносы ғой. Салғырт емес, ғырт қарады ғой. Даже салы жоқ қой ішінде. Иә, мінеке керемет продюсер қобалжу бар дейді. Сондықтан менің ойымша жалпы кинода басты рөлдердің бірін психолог ханым сомдағаны бекерден емес екен. Мінеке қазір көзім жетіп отыр, құрметті достар. Нұргүл ханым, қошеметтеріңіз. Психолог, коуч, мінеки осы кинода алғашқы рет өзінің ролін сомдайды, иә? Ол кинода сол бір жасқанбай, жексұрын болып көрінсем де, тәтті қылып жеткізуге тырыстым. Иә. Шын мәнісінде сезімге берілгеніміз соншалық, өзіңнің сол бір тұсыңды кейін қараған кезде жасқанып ұялған да сәттерім болды, шынын айтқанда. Күшті негізше Нұргүл кәдімгі әңгімемен баурап алады екен, бағадан бері деп шандай. Мен түсіндім Дариғаның неге Нұргүлді алған. Қалған актерлерге саған гонорар керек емес. Сен жай ғана осы киноның берері бар, сол үшін істеуің керек деп ше. Бәрін сөйтіп өткізіп алатын сияқтандай. Расында да гонорар алған жоқ. Гонорарға келейік. Ал негізінде біз Дариға ханымды актриса ретінде білеміз. Ал продюсер ретінде қандай екен? Жалпы ол жеке гонорар жағынан қалай болды? Жақсы, жаман болған жоқ. Жаман болған жоқ. Демек, керемет емес деген сөз ғой, жаман болған жоқ. Жалпы керемет деген сөз көп айта беруге де болмайды. Көз тиіп қала ма? Көз тиіп қалуы мүмкін. Жаман емес дегенде жақсы ғой негізі. Олжастың құны мен үшін бұл фильмда өте жоғары болды. Өйткені Олжастың сомдаған образы басқаша болды бұл фильмда. Бұл маған айтты, доспыз ғой, осындай гонорар деді. Мен бірақ осы фильмға бұл до конца атсалысады ғой, салатын сторисі бар, посты бар деген сияқты мен үстіне қайтадан қосып өз рахметімді айттым. Солай болды. Солай болды. Көп-көп рахмет, осы эфирді пайдаланып отырып, Дариға ханымға тағы да рахметімді айта кетейін. Басқа продюсерді кім жоғары, біреу төмен, біреу жоғары демеймін, бірақ актриса ретінде бұл енді киноплощадкада не болып жатқан бұрыннан бері қыр-сырларын біледі ғой. Актерларға не жетіспейтінін біледі. Өзі актриса болғаннан кейін жақсы гонорар төлеп, барлық жағдайымыз жасады ғой. Ана супер продюсер болатын қыз екен. Рахмет. Міне. Қалай керемет. Өзіңше өзің продюсер ретінде енді Дариға актриса болғандықтан, жаңа бір теріне бірге үйлеп жатқандықтан біраз нәрсені үйрендім. Келесі жылдың көктемінде дайын болыңыздар, бұйырса. Хорошо. Болды да. Бұйырса, Құдай қаласа. Тамаша. Ал негізі жаңа айтып жатсыз ғой, қобалжу кезінде мүмкін психолог құрбыңызға жүгінген сәттеріңіз болған шығар түсірілім барысында? Мен негізінде әрдайым жүгінем. Бұл фильмға Нұргүл дөп түсіп келді. Кей сәттерде жаңағы қиыншылық болады, өздеріңде соның басқасында жүрген жігіттерсіңдер ғой. Сондай кездерде әйтеуір өзінің басуын айтып, бұлар енді расстановщиктар ғой. Бұлар кішкене басқаша жасап береді бәрін. Пайдасы көп бұның дегенмен де. Иә, айтпаймыз бе? Осындай жиі айтып тұрсайшы сен деген. Жиі айтып тұрсайшы. Нені? Үйтіп айтуға болмайды, гонорар сұрайсыз. Иә, қошеметтеріңіз, негізінде дәл қазір шағын эксперимент, енді сіздер актриса, актерсіздер ғой енді, біздің бағдарламаның мынандай бір керемет дәстүрі бар, келген қонақпен шағын тест жасаймыз. Және де оның нәтижесін біз жылдың соңында жиынтық ретінде көрсететін боламыз. Біздің дәстүрлі айдарымыз краш тест. Камераға бұрылып, ең сындырып жүретін көзқараспен қарау керексіздер ғой. Нұргүлден бастайықшы? Нұргүлден баста. Нұргүл, сізден бастаймыз. Иә. Сонымен Нұргүл ханым, кеттік. 1, 2,
3. Маған срочно психолог керек. Тамаша, керемет, көзқарас, ары қарай. Так. Ал, Олжас мырза, очкимен ба прям или шешесіз? Процессте очки шешесің ғой. жоқ шешем ғой мен оны ойластырып Ойластырып қойдың ба? Ендеше План, құрметті план достар, краш тест Олжас Абай 1, 2, 3. Ойбай. Енді очкисіз көрейік, е? очкиін алып келдің ғой Очкисіз енді. Бірден эффект болатындай. Давай. 1, 2, 3. Олжас, краш тест 2, очкисіз. Кеттік. 1, 2, 3. Не болып кеткенсіңдер бәрің? Енді, мінеке. Енді Мінеке. ханымдар мен мырзалар. Аблом болмай не құрсын. жақсылап қарай ғой. Краб краш тест. Қарамаңдар шекте. енді қайда Давай. Қарамашы. Қарамаңыздар, бұрылған кезде Сіз қарайсыздар. кәдімгі психологический давление жасап жатсыз. Қарамасаңызшы. Манипуляция. Иә. Иә. Кеттік. Сонымен краш көзқарас Дариға. 1, 2, 3. Сіз біреуді өлтіріп қоятын көзқараспен қарадыңыз ба? Қалай болды? Аған Затаевтың Томирис киносында Иә, Томирис иә, болған. Бір ел жаулап алған адамдар. Негізінде айта кететін нәрсе, бұл туындыда сіздің кейіпкерлеріңіздің аттары кім? Менің кейіпкерімнің аты Сәуле. менікі жексен Алима. Сәуле, Жексен, Алима. Неге көбінесе осы біздің киноларда осындай бір ескі аттарды қолданады? Ескі ат дегенмен ерте жатталады. Мысалы, Айсара бар, е? Өйткені образға сай ғой, мысалы. Енді менің образымдағы атты, менің образымды сомдап жатқан қызға енді сен айта алмайсың Томирис деп ше. Немесе Анеля деп айта алмайсың, е? Мысалы, Олжастың образындағы жігіттің атын сен мысалы Сәрсенбай. Саржар, Али дей алмайсың да? сәрсенбай деп айтамын Себебі енді әке-шешелері де сондай қарапайым, сондай бір атаулы бір ат қойғанды жақсы көреді ғой. Сол үшін образға сай ат болады. Жалпы бұл есімдерді адамдар қоя ма қазір өздерінің балаларына? Жоқ, қоймайды қазір, кейінгі уақытта қоймайды ғой. Бәрі енді Томирис деп қояды, тағы не деп қояды, білмеймін ғой. енді ауылдық жер болғаннан кейін мүмкін солай деп қоятын шығар Негізі жалпы оны Дариға кино... деп ат қойып атқандарын да естімеймін. Міне, Дариға деген ат та жоқ, Олжас деген ат жоқ, Нұргүл деп балаларын қоя ма қазір? Ереке, Еркебұлан деген сәбилерді көрдің бе? Еркебұлан деген жоқ. Марат деп қоймайды. Неге? Марат Дариға деп точно қоймайды. Неге? Марат деген Дариға деп точно қоймайды. Дариға деп вообще көрмейді. Біздің аттарымызды тек магазинге қояды ғой. Олжас, Дариға, Нұргүл, Еркебұлан негізі біздің аттарымызды ескеріп кеткен. Ендеше дәл қазір шағын эксперимент. Осы біздің аттарымызды қандай мекемелерге қоюға болады? Қандай мекемелер бар екен біздің атымызды қолданып жүрген? Ендеше көрелік. Мінеки, құрмет достар, дәл қазір біз Яндекс карты арқылы кіріп, жай ғана мұна іздеу салып тексеріп көреміз, е? Сонымен Дариға деп жаздық. Дариға деп жаздық, қараңыздар. Кәне,
Жомарт дайын ба? күшті мінекей ресторан бар екен, медцентр бар екен, клиника Дариға деген, магазин продуктов бар екен. Негізі магазин, продуктовый магазин көп жалпы екен. өзіңіз баратын жерлердің бәрі тұр ғой мына жерде. Жақсы ғой, бірақ ақшасы бар нәрселерге екен. Иә. Дариға деген аты бар магазинде қандай пікір бар екен көрелік. Мына бір отзывқа қарасаңыз, Самат Мұратов дорого слишком дейді. Бұл Олжастың гонорарына келеді екен дейді. Иә. И киноға сәйкес сәуле огонь деп тұр. Тамаша. Сондай болса екен деп тілеймін енді, не болса да. Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Ендеше Тамаша. Олжас деген есімді көрсекші. Олжасты енгізіп көріңіз. Так, Олжастың атымен қандай мекемелер бар екен көрейік. Міне Олжас деп жазды. Мінекей көбінесе. О, банкетный зал. Трубы комплектующие. Трубы. Парикмахерский бар екен. Ендеше бір комментарийді оқып көрейік. Кәне? Дорого очень дейді. Өте қуанып тұрмын. Әсіресе Маратты көрейікші, не бар екен. Иә, сол менде өзім қызық болып тұрмын. Марат дейміз. Еркебұлан кішкене модный аттау ғой. Иә. Менің атым не болды? Не істеп қойдыңыз? Марат Так, деді, Марат әдемі ат. Так, көрелік, көрейік, Маратты енгізелік. Кәнекей, негізі Марат деген есімді жақтырмай атсыз, неге? Жоқ, жақтырмай атқан жоқ. Марат деген есімді қоймай кетті да көбісі. Енді Еркебұлан, енді кішкене бысы бар, несі бар Марат. Мысы бар есім. Менде мысы бар ғой. Білмеймін, Марат деген ат көп кездеспейді, Еркебұлан деген кездеседі шынымен де. Дариға деген де көп кездеспейді. Марат деген сонда мүлдем бір архаичный ат деп айтқыңыз келіп отыр ма? Жоқ, ондай емес. Ендеше сенбесеңіз тексеріп көрейік. Мінекей Марат дегенді бастым. Мына жерде магазин бар. Және де ең бастысы студия веб-дизайна. Көрдіңіз ба? Менің есіммен нені атайды? Міне, Яндекс картада көрдік. Қошеметтеріңіз. Тамаша. Марат деген ескі ат дейді. Студия веб-дизайна. Өзімнің есімім туралы жаңа нәрсе аштым мен, факт. Зато бысы бар. Күшті екен. Негізінде ол жеке мына Яндекс карты арқылы қазіргі таңда, құрметті достар, парикмахерский десең парикмахерский, қай жерде тамақ ішкің келсе бірден табасың, тіпті оның пікірлерін оқып та аласың. Тіпті оған тез әрі ыңғайлы маршрут құрып жылдам жете аласың. Яндекс карты. Яндекс карты. Енді түсіндім. Яндекс карты. Сонымен, құрметті достар, Яндекс карты қосымшасын QR код арқылы немесе описаниядағы сілтеме арқылы смартфоныңызға көшіріп алыңыз. Айта кететін нәрсе, тіпті білесің ба, бізде Бәсеке атты сериал болып еді ғой. Иә. Бәсеке сериалынан кейін, кәдімгідей Бәсеке деген магазиндер көйіп кетті. Иә, көйіп кетті. Мен көптеген ленталар кестім. Бизнес ашқандардың ленталарын кесіп көптеген қонақ көрдім. Айтпақшы, осы сәтті пайдалана отырып, Бәсеке дегенмен бір өмірімде өткен ең қызықты бір сәттердің, және киноға деген ең бір үлкен шақтардың бірі болды. Сол себепті сол Бәсекенің сценарийін жазған осы екі жігітке және Анвар Маджановқа бір шапалақ қойсам. Рүстем Омаров бар. Рүстем Омаровқа, продюсер Ақылбек Досжанов. Иә, Ақылбек аға көп рахмет. Иә, айта кететін нәрсе, негізінде сіздер әнге көштіңіздер, иә? Қазіргі таңда Сезім үшін әні қазіргі таңда еліміздегі ең бір үздік хиттердің бірі ғой. Иә. Әнге көшкенде енді әнге бұрыннан көшіп кеткенбіз біз. Бірақ енді өзіміздің фильмімізде саундтрек болған қаладық. Себебі трейлерді қайта-қайта сала берсең, оған көрерменнің де көз жауыр болып кетеді, бүйтіп өте саласыздар да. Сол себептен ол бір рекламный ход болды. Бұл саундтректі кәдімгідей сабылып, сығандардан әрмен іздедік, оны жасыратыны жоқ. Ұйқысыз, кәдімгідей күлкісіз мен отырдым. Сол себептен әнді бұрыннан айтамыз, ол жасамай тем более бұрыннан ән айтады. Мен енді муздрамаға түскем, менің де әйтеуір әу дейтінім бар. Сол себептен саундтректі бір рекламный ход ретінде біз жасадық. Бұл Сезім үшін әнін білесіздер. Кәдімгідей мықты сөзін жазған Ақберен Елгезектікі, композиторы Талғат Лестікі, орындаған Ғазизханға қолға салып, берен дос әніңді, ақшасын төлейміз деп алған әніміз. Бірақ Ғазизхан ақша алған жоқ.
молодец. Тамаша. Негізі әні, сөзі барлығы келіскен ән болды. Иә. Бірақ қазіргі таңда обложкасында көрдің ғой. Керемет. Олжаспен Дариға ханым әдемі болып тұр обложкасында. Қанша бір 8,5-9 миллионға жетіп қалды, 9 миллион болды. Иә. Обложкадан қарасаң, екеуіңізге қарап, әннің мағынасы неде? Бұл не туралы ән екенін уже андай обложкасынан суретінен көріп тұрасың да. Дәл қазір сіздерге шағын ойын. Обложка арқылы әнді тапатты ойын. Әннің атауын табу керек. Аха. Мысалы, Мінекей Нұрсұлтан Бақытжанұлы қандай ән болуы мүмкін? Жанымның продюсері, келбетімнің операторы, тағдырымның режиссері, сердцемнің сценарийі. Сердцемнің сценарийі. неге сердцем сценарий? Білмеймін. Или осындай сондай ән тыңдап жүрсіздер? Сондайлар шығып кетті ғой енді қазір, сол атаулар сондай басқаша екен. Білмеймін ғой енді. Таза логикаға жүгініп, иә? Тыңдап көрейік. Бұл даже айтылуында сердцамның болып тұр ғой уже. Тамаша. Сонымен келесі тағы бар ән. Келесі, так, мына Ақтөре сізді қандай ән айтқан екен? Можно ма, нежно ма, точно ма, важно ма? Можно ма. Точно ма. Сіз точно ма дейсіз? Сіз Нежно ма. нежно ма. Сіз нежно ма, можно ма, точно ма дедіңіздер. Иә. Үшеуіңіз үш вариант таңдап алып. Жарайды, тексеріп Тыңдап көрейік. көрейік. Осындай әндер бар ма не? Осындай Иә, әндер кәдімгі бар, бар. Дариға ханым. Осындай обложкалер бар, осындай әншілер бар, осындай әндердің атауы бар. Келесі тыңдап көрейік, тағы бір ән. Мінекей Азиз деген жігіт қандай ән болуы мүмкін? Кәмшатымсың, Анжелина емессің, Сильвестріңмін, басыңдағы битіңмін. Анжелина емес. Жоқ. Қалай біріншісі? Жақсылап ойланыңыздар. Еді? Бір. Кәмшатымсың, Анжелина емессің, Сильвестріңмін, басыңдағы битіңмін. Анжелина емессің. Так, Анжелина емессің. Камшатымсың шығар. Кәмшатымсың. Тыңдап көрейік, кәне. Так, бірден келесі. Сонымен қандай ән болуы мүмкін? Түркістаным киелі, туған жерім шиелі, Шыңғысханның 501-ші әйелі жүрегіме тиеді. Жүрегіме тиеді. Жүрегіме тиеді. Шыңғысханның 501 әйелі. Неге? Түркістаным киелі. Тыңдап көрейік. Тыңдағансың ба не, Нұргүл? Біледі ғой мынау. Психологияны біледі ғой енді адамдардың. Тамаша. Құрмет достар, мінекей осындай әндер бар екен. Мойындау керек, бірақ оның қасында біздің осы Таптамау сенің фильмінің саундтрегі менің ойымша керемет, қазіргі таңда хит қой. Әні де, сөзі де жарасқан тамаша ән. Кәдімгідей сөздері де жұп-жұмыр, сондықтан сіздерге осындай керемет әнді қайта жарыққа шығарып, екінші дем беріп, оны тіпті еліміздегі осы жылдың бір ең үздік хитіне айналдырғандарыңыз үшін көп рахмет. Ой, рахмет. Қалғандарыңыз үшін көп рахмет. Рахмет. Жалпы енді мына образдарға келетін болсақ, негізінде бұл жерде сіз мүлдем басқа образды ойнадыңыз, Дариға ханым? Айсараның образынан мүлдем бөлек дейді, Жалпы кино түсіруімнің басты себебі өзімді өзгерту үшін жасадым. Мен өзгерту үшін ешкім фильм түсіріп бермейді. Әр продюсерді, әр режиссерді жалпы түсінуге болады. Сол себептен мен бұл жерде еркек шора, сондай отбасының барлық мүшесін өзінің мойнына алған, өзінің бақытын ұмытқан, сондай бір образды сомдаймын. Жалпы әйел затына деген жүк ауыр ғой, бірақ оны көтере алмайтындығы фильмнің аяғында білінеді. Нұргүл соны қосып өтсе, Нұргүл өйткені бұл сценарийді оқығанда Нұргүл сразу осыны түсірекші деп негіз тұрып алды. Осы фильм түсірек деп. Нұргүл, давай, ынжырған түсірмей айт енді. Шын мәнісінде қыз баланың көбі былай айтады да, менде еркектік
энергия басым деп келеді да. Ол нағыл деген сөз көбінесе әйелдің өзінен бөлек өзгенің жауапкершілігін арқалап алған туралы. Сондықтан да бұл кинода көп адам өзінің бір ішкі үндестігін байланысын көреді деген ойдамыз. Тамаша. қалай күшті сөйлей ма? Қалай күшті, мен кәдімгідей бір психологқа барғым келіп кетті негізі, Дариға ханым. Жалпы негізінде бар ғой, фильм бір өзімнің фильм болғаннан кейін бір мақтағандай болатын шығар, мен ол дұрыс емес шығар, білмеймін, бірақ бұл фильмда жылылық көп көрінеді. Қазір бізге көбінде жылылық жетіспейді ғой, қазір шығамыз, анда барамыз, мында барамыз, үйімізге түнде барып жата қаламыз, одан таңертең кете береміз. Мысалы бір туған туысымыз звондап қалса, сбрасывать ете саламыз деген сияқты нәрселерді. Достың жалпы біз үшін құны қазір совсем төмендеп кетті. Өйткені дос, родной дегенді көп пайдаланғаннан бекен, оны мен өзім фильмнің осы соңғы тексеріп отырған кезде сол сөздерге мен көп үңілдімші. Неге бұл сөздер көп айтылып кетті деп. Бұрын жан досына ғана досым деп айтатын мен папамдардың кезінде, өйткені мен көп дастархан басында отырғанда досым деген сөзді үйге бір туған күн, үйде той томалақ болғанда тек қана досына кәдімгі атаулы тост беретін бізде. Ал қазір бізде сол сөздің де құны кетіп қалды. Бұл Жексен мен Сәуленің арасында сол бір сөздің бір құны бар екенін аяғында фильмде жеткізіледі сол нәрсе. Қосып айтайыншы, сонымен қатар негізі жалпы әйел заты өмірде махаббатқа құштар ғой. Әйелге махаббатты шынайы көрсете алсаңыздар, әйел заты кез келген отбасын шуаққа нұрға бөлей алады. Әйелдерді бақытты қылдыруға азамат ниеттенсе, ер азаматқа еш нәрсе қиын емес секілді, тосқауыл жоқ секілді. Әлбетте. Келісесіз бе? Марат рас айтады, шынында да. Біз дажышы жаңағы әйел затына былай махаббатпен қарау керек дегеннің сөздің тізесін шығарып жүрген біз негізі. Біз ол сөзді айтса, бір құлағымызға түрпідей тиіп, кәдімгідей қабылдамайды миымыз. Негізінде қалай десең де өл тіріл бәрібір не нәрсені махаббат құтқарып алады ғой. Қандай достың арасында, әке мен баланың арасында, шеше мен қыздың арасында. Біздің баяғыда енді шешелеріміз совет өкіметінің адамдары ғой. Мен сені жақсы көрем деген сөзді шешелеріміз көп айта алмайтын, е? Ал қазір енді ол былайша айтқанда кесін кемесін айтылады ғой, жаңағы досым, родной деген сияқты да. Сол себептен біздің құлағымыз үйренгеннен кейін біздің миымыз да қабылдамайды оны. Сонымен қызықтаймыз бағдарламасында психологиялық сеанс жалғасуда. Жалпы фильмнің психологиялық емес, жалпы фильмнің мәні сондай болады. Жалпы келіп көрсеңіздер, мен айтар едім, ойбай, мен деген бүйтіп жинайым, бұл кинодан бүйтіп алам, сөйтіп алам деп. Жалпы түсініп көрсеңіз, өте сондай бір, білмеймін, өте әдемі фильм. Құрметті достар, ендеше 1 желтоқсаннан бастап барлық кинотеатрларда Таптым ау сені фильміне барайық, көрейік, қолдайық, достар. Ендеше құрметті достар, кешіміз жалғасады. Керемет актриса және актер, сонымен қатар керемет әншілер екенін көрдік. Дәл қазір осы дуэтке шағын тапсырмамыз бар. Алфавит атты біздің ойынымыз. Қаншалық тапқыр екендеріңізді көреміз. Дәл қазір сіздерге алфавиттің әріптері шығады. Сіздердің мақсаттарыңыз тез тапқырлықпен бірден содан басылатын әнді айтып кету. Кеттік, көреміз бе? Көрейік. Кеттік. Ендеше сахна ортасына. Бірінші кімнен бастаймыз? Қыздардан бастаймыз ба? Жігіт бастасын. Жігіт бастасын. Кеттік. Сонымен Алматы түні, ұйқымды мен. Тамаша. Келесі. Сіздің әрпіңіз. Сонымен Әсем әуен ба? Әгугай, әгугай, әгугай. Тамаша. Енді Б әрпі, Нұргүл ханым. Бәрі есімде. Өздерінің варианттарын неге айтпайсыңдар? Кешімде, сені ғана сүйемдерің, сені сүйемдерің, Алматының кешімде. Бәрекелді. Керемет. Қалып кетті. Сонымен келесі В әрпі, Олжас. Бұл шоу ғой, құрсын. Вагон! Вокзалда қауышқан қыз. Да-да-да-да-радам. Сөзін білмей тұрмыз ғой. Вокзалда қауышқан қыз.
Дарам. Тара. Әні біліп тұрмыз ғой, клавный. Иә. Дұрыс. Кетті, келесі. Г, сізге Г. Гүлмен. Дара-дара-дара-дадам. Ойдан шығарып жатыр мына жақта, саналады. Ары қарай, Дальше. Нұргүл ханым. Г. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын сол адамға. Жоба поэзиядан Ең болмағанда бола берсін да. жарайды. Тамаша. Білге болады. Сіздікі поэзия бола берсін. Так, Г. Келесі әріп. Д. Да. Девушки из высшего общества. Ары қарай жалғас. Дара-дара. Дариға Дарабоз дерзкий. Иә. Д жарайды, құтқарып кетті. Бағана Олжастар көмектесті. Бұл жолы Нұргүл ол көмектесті. Келесі Олжас Олжасқа. кеттік. Е. Everybody. Келеді. Қошеметтеріңіз. Келесі Келесі. Дариға ханым. Ё. Ямахау. Ямасау. Керек, иә? Тамаша. Келесі сонымен Ж. Нұргүл ханым. Желісіз түнде жарыға, Пожалуйста. сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Бәрекелді. Так, келесі И. Ибанғы. Жүрсе біраш керек. Ибонго. санала ма? Шишмирочка деп қойды. Бірашкеде. Саналады. Кеттік. Келесі. Сонымен К. Қосылсаңдар сіздер. Красиво, я вошел в твою грешную жизнь. Красиво, я ушла из нее. Браво, сонымен келесі Х. Қиылып үзіліп қарадың ай. Тамаша, сонымен келесі Келесі әріп. Л. Дариға Л. ханым. Лейла, қалқамай, келші сәулем, еркемай, сағыныш болдың сен маған. Сосын ет? Бақытты гүлдей. Бақытты гүлдей жайнаған. Тамаша, келесі М әрпі. Милая моя далеко, Сердце без нее нелегко. Сіздің плейлистіңіз тек қана орысша екен, ә? Тамаша, сонымен М-нан кеттік, ары қарай. Н. Нури Камал. Камалым-ай, күнде ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзім өтпей, жалтаңдадың, қарағым-ай. Нури Камал. Келесі. О. Опмай, мына қыздар қайтет па? Иә, тамаша, Мынасын келесі қайтетті? Ө әрпі. Ө. Ал, өден орысшаны табыңыз. Өден келетін орысша ән ал. өзіңмен арыстым, жайыңда таныстым, жайнаған жүздегі ұлбырған, жағада тұрдың сен. Тамаша, Келесі. Р. Ризамын мен, ризамын. Бәрекелді. Бізде Мінеке. ризамыз. Иә, таптым ау сені керемет касс тапқан кезде айтатын өлең. Ризамын. Сонымен С. Сені сүйем, Саған ешкім ұнамайды, сені сүйем. Жаныңды ешкім тұра алмайды, жүректі аладыңдайды. Күшті. Сонымен Т әрпі. Таптым ау сені. Жүрегімнің емі, өзіңсіз мүлдем, жаралы жүрегім. Таптым ау сені. Браво, келесі Х.
Ханшайымым ау, жүрегімнен құшағымның иесі. Әдемі ән ғой осы. Келесі әріп. ша шудың бойында Сені іздедім, бәрі ойыңда, үміт үзбегім, шудың бойында. Тамаша. Және соңғысы я. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Светил чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоком царица любовь, она меньшая я не согласен. Не согласен. Браво! Қошеметтеріңіз! Мінекей, дәл қазір қанша 42 әріп бар ма? Құрметті достар, 42 ән айтып шықты. Негізі бұл кісілердің гонорарларын білесіздер. Бір тойға қанша аласыз? Көп алады. Ал дәл қазір мінекей 42 әнді айтып шықты. Тегін! Қошеметтеріңіз, достар! Иә, мінекей көңілді біздің қонақтарымыз. Ендеше құрметті достар, мінекей осындай көңілді кеш үшін көп рахмет. Алдағы премьераларыңыз міндетті түрде табысқа жетсін. Кассасы ең мықты кинолардың бірі болсын. Аумин, айтқандарың келсін жігіттер. Я осы сәтті пайдалана отырып барлық ұжымдарыңызға, барлықтарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. 1 желтоқсаннан бастап Қазақстанымыздың бүкіл кинотеатрларында Таптым ау сені деген Дариға Бадықованың фильмі шығады. Барлықтарыңызды келіңіздер, көріңіздер, өте күшті фильм болады, өзім ответ беремін. Жалпы мен енді сыйласқанның суын іш деп айтады қазақта. Мен сендерге өте үлкен алғыс білдірем. Және осы Баспроның осындай кәдімгідей бір жылдан жылға жалғасып жатқан қызықтаймыз бағдарламасы әр келетін өнерпаздарды өзінше бір өздігінен қолдап, өздерінің үлестерін қосады. Әр фильмға мен сіздерге тек қана алғыстан басқа ештеңе айтпаймын. Ет жақындарыңыз аман болсын, тек қана босағаларыңыздан береке кетпесін. Тамаша. маша Нұргүл ханым. Енді бастысы армандай біліңіздер, өйткені Дариға кезінде бала күннен осындай күнге жетуді армандаған. Егер де ол арманына өз еңбегімен жеткен болса, сіздер де армандарыңызға жетуге лайықтысыздар. Қошеметтеріңіз. Дариға Бадықова, Олжас Абай және Нұргүл Даубай. Қошеметтеріңіз. Қызық, қызық, мәкемелер екемен бірге өте қызық. Шапалақ тұңғу, шапалақ тұңғу. Қызық, 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 мәкемелер екемен бірге өте қызық. Шапалақ тұңғу. Сен және мен арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым сенің сұлу көзіңді көрмегеннен. Амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп, күнде жолап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұң артқан маралы боп. Сезім үшін бәрін қиып кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, жәудіреген бір сенің көзің үшін. Бір арман, сені барлық шуақтан құрап алғам, мөлдіреген көзіңдей мың аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алғам. Жайнап тұрған жанарыңай жіпсіз ақ байлап тұрған, сыңғырыңнан күлкіңнің айналайын, күн сәулесі секілді ойнап тұрған. Күйіп налып, жолдың бәрі өзіңе тұйықталып, мен өмірді қайтадан бастадым ғой, мәңгілікке өзіңді сүйіп қалып. Сезім үшін бәрін қиып кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, жәудіреген бір сенің көзің үшін. Бірақ арман, сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мың аспаннан, мен өзің
алғам. Сезім үшін бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, жәудіреген бір сенің көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мың аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған.